екеуі де менің группаласым. Ал енді екі домбырашының тойында домбыраның үні күмбірлемегені болмас. Өзіміз өнер адам болғаннан кейін домбыраны серік етіп всегда арқалап жүреміз. Жүрсін Ерман атамыз айтады, қай жерде мейлі, қай елде, өмірдің мәні әйелде. Мықтымын десең өзіңді, әйелге барып дәлелде. Әйелсіз айтпан әндімен, әйелмен дәмді әңгімен. Сүйкімді болсаң шынымен, әйелің сүйсін алдымен. Әйелден ыстық от бар ма, әйелден түстік көкпарға. Қарғағың келсе біреуді, әйелсіз өтсін деп қарға. Болмасын әйел жазалы, болмасын әйел мазалы. Мықтымын деген еркектің әйелден болған ажалы. Шөліңді содан басасың, сырыңды соған ашасың. Өмірдің мәні әйелде, әйелдер мәңгі жазасың деп. Сондықтан қолына қонған күшіңді аялап өт. Арайдың жақсы келін болатынына біздер кәміл сенімдіміз. Жақсыға жаның бар, әрқашанда жақсыға жақсы тілек арнасам ба, жақсы бол деп қарғашы достың сенде, бір күні бір жаманды қарғасаң да дейді. Осындай жақсы жігітті бұдан да әрі жақсы болсын деп қарғап келіп тұрған жайымыз бар. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұран, ағыз қазақ, қазақ емесін ағыз қазақ домбыра дейді. Сондықтан бір нақ-нақ қалуыңыздар. Бұл бүгінгі тойымыздың шарықтау шыңындағы бір әдемі тарихи дүние естелік болып қалды ғой деп ойлаймыз. Алла разы болсын. Өнердің биігінен көре берейік. Мәдениет майданында өзінің орны бар, салып келе жатқан сара жолы бар, болашақтағы ерекше жөні бар деп айтады жігіттер қыздар. Мерейлерің үстем, абыройларың асқақ, мәртебелерің биік бола берсін. Мың алғыс.